Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түшпараның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепттің ерекшелігі ешқандай да езілмей дана-дана болып түседі. Яғни сіз алдағы уақытта тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Бұл полуфабрикаттың еш жерде айтыла бермейтін қыр-сырымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен суымызды өлшеп аламыз. Осылай таразға, әрине міндетті түрде тараз қажет болады. 390 мл суымызды өлшеп алып, бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып ерітеміз. Онды да таразыға салып, 1 килограмм етіп өлшеп аламыз және 2 жұмыртқа шағып, үстінен 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Суымызды аз-аздан құя отырып, қамырымызды жақсылап илейтін боламыз. Бұл қамыр өте бізде сондай бір қаттылау қамыр болып шығады. Икемге келтіріп, осыны жақсылап илейтін боламыз. Үйлеу барысында сіздердің көздеріңізге су аз, қамыр көп болып көрінуі мүмкін, бірақ сонда да ешқандай үстінен су қоспаймыз. Осы өзінің суына 1 килограмм ұнды жақсылап араластырып илейтін боламыз. Тапсырысқа жасалынатын, яғни дүкендерде сатылатын езілмей пісетін түшпаралардың рецепті дәл осы рецептпен жасалады. Алдағы уақытта өзіңізге кішігірім бір табыс көзінен бизнеске айналдырсаңыздар болады. Қамырымызды осылай икемге келтіріп, пищевой пленка не болмаса салафанға салып қойып қоямыз. Оған дейін біз керекті ішіне салатын салмаларды дайындаймыз. Сырты ашылмаған 1,5 килограмм пиязымызды өлшеп алып, оны қабығын ашитын боламыз. Және де терканың көмегімен жақсылап осылай өткіздіреміз. Егер сіздерде блендер болса, блендердің көмегіне жүгінсеңіздер болады. Әрине менде жоқ болғандықтан осылай теркамен өткіздім. Толықтай өткізіп болған соң пиязымызды, екінші ыдысымызды алып, бетіне марльны төсеп, осылай пиязымызды аударып, суын ажыратып алатын боламыз. Пияздың суын жақсылап осылай қысып алып тастаймыз. Блендермен жасағанда да дәл осылай марлыға орап, яғни дәкеге орап, осылай ажыратып алсаңыздар болады. Бұл су неліктен дейтін болсаңыздар, алдағы уақытта бізде түшпара түйген кезде ешқандай суланбай, қамырымыз даққа әдемі болып шығу үшін өте ыңғайлы болады. Үстінен фарш құмымызды қосып, 1 ас қасық тұз, жарты ас қасық қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Бізде міне дайын болды. Салмамыз. Ендігі кезекте қамырымызға көшеміз. Қамыр осы уақытта тұрған кезде өте жұмсақ болып, осылай икемге келеді. Қолымызбен икемге келтіріп, екіге бөліп аламыз дағыны, қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды жаю барысында ұнды көп себудің қажеті жоқ, өйткені біздің қамырымыз өзінің бойына керегінше ұнды сіңірген. Яғни аз-аздан қажет болған кезінде ғана, арасында қатты бір жабысып бара жатқан кезде ғана ұнды аз-аздан сеуіп отырсаңыздар болады. Осылай икемге келтіре отырып, қамырдың екі жағын, екі ұшын баса отырып, жұқа етіп жайып шығамыз. Қамырымызды толықтай жайып болған соң, 4 бұрышты не болмаса домалақтар іздес етіп кесіп алсаңыздар болады. Мен сияқты осылай баклажканың басын домалақ етіп кесіп алсаңыздар болады. Бұл қамырды кесуге өте ыңғайлы. Кесілген қамырдан қалған бөлшектерді қайтадан біріктіріп жайсаңыздар болады, не болмаса сорпаға қоссаңыздар болады. Бетін міндетті түрде жауып қоямыз, қамырымыз кеуіп кетпеу үшін. Және де шай қасықпен салмамызды салып, түшпараларды түйетін боламыз. Міндетті түрде осы рецептмен жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдағы уақытта менің басқа да видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін подписаться кнопкасын басып, колокольчикті таңдап қойыңыздар.
және де өз ойларыңызды комментарияда күтетін боламын. Мінекей тұшпараларымыз дайын, баршаңызға ас болсын.